Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін екінші дәрісімізді бастаймыз. Екінші дәрісімізді лектор доцент Рахметова Нурила Беркеновна. Тақырып жалпы вирусология, вирус жүйелеуінің негіздері, химиялық терапияның микробиологиялық және молекулалық биологиялық негіздері, антибиотиктер, бактериялардың дәрілерге төзімділігінің механизмдері. Біз білеміз, вирустарды алғаш ашқан қандай ғалым? Орыс ғалымы Ивановский 1892 жылы темекі теңбіл ауруынан вирустарды ашқан. Осыдан барып вирусологияның дамуы осыдан басталған. Вирустардың мұнда темекі теңбілінің вирусының құрылысын көріп тұрсыздар. Вирустар дегеніміз не? Анықтамасына тоқталсақ, жасушалық құрылысы жоқ, өте ұсақ микроорганизмдер. Олар көбеюге, өзгеруге, тұқым қуалауға бейім. Вирустардың ақуыз түзетін рибосомалары болмайды. Сондықтан оларда зат алмасу процесі жүрмейді, тек қана бір ғана нуклеин қышқылын құрайды. Бір вируста не ДНК, немесе РНК болуы мүмкін. Вирустар облигатты жасушашылық генетикалық дәрежедегі паразиттер болып саналады. Жасушаның цитоплазмасында немесе ядросында көбейеді. Олар дисъюнктивті әдіспен көбейеді. Енді вирустардың морфологиясына тоқталсақ, жалпы вирустарды біз вирион деп атаймыз. Олардың сыртқы пішіндері әртүрлі болады. Мысалы, темекі мозаикасы, темекі теңбілі вирусы таяқша тәрізді, құтыру вирусының пішіні оқ тәрізді, полимелит, адам иммунды тапшылық вирусының сыртқы пішіні сфера тәрізді. Сосын бактериофагтар вирустарға жатады, олар бактериялардың вирустары. Олар сперматозоидқа ұқсас. Одан кейін вирустар тағы да көп құрлы болуы мүмкін, жіпше тәрізді болуы мүмкін, кірпіш және параллелепипед тәрізді болуы мүмкін. Вирустар РНК-лық және ДНК-лық болады дедік қой. Міне алдарыңызда РНК-лық вирустардың тізімі берілген. И сыртқы пішіні кесіндісі берілген электронды микроскоппен. ДНК-лық вирустарға келсек, мұнда 5 өкілі берілген ДНК-лық вирустың, оның жаңағы пішіні көрсетілген, құрылысы. Енді вирион дегеніміз не? Вирион дегеніміз вирустың толық құралған бір бөлшегі. Вирионның компоненттері, құрылымдық компоненттері неден тұрады вирион? Вирион капсомерден тұрады, ол ақуыздың бөлшек бірлігі. Капсидтен тұрады екен, капсид капсомерлерден құралған жабынды. Нуклеокапсидтен тұрады, ол нуклеин қышқылы менен капсид ақуыздың комплексі. Вирион вирустың бір толық бөлшегі болды сонымен. Вирионның құрылысы, міне вирионның құрылысы алдарында көрсетілген әртүрлі. Көп құрлы, сфера тәрізді, мысалда оқ тәрізді, тағы басқаша. Енді мына суретке қазір назар аударсақ, вирустардың қарапайым вирустарда капсид болады екен, а вот күрделі вирустарда суперкапсид, тағы да сыртында тағы да қабықшасы болады. Сондықтан міне осы суретте көрсетілген. Вирустардың жіктелуіне келсек, вирустар патшалығы ДНК-лық вирусқа және РНК-лық болып екіге бөлінеді. Ары қарай тұқымдасқа, туыстыққа, типке бөлінеді. Енді вирустардың жіктелуі қандай принципке негізделген? Қалай бір-бірімен қандай белгілері бойынша ажыратады вирустарды? Бірінші, нуклеин қышқылының типіне байланысты, мысалы ДНК-ға немесе РНК-ға құрайтынға байланысты. Екінші, нуклеин қышқылының құрылымы да әртүрлі болады әрбір вируста. Жіпшелерінің саны бір немесе екі жіпті дейміз. Вириондардың өлшем бірлігі, морфологиясы, капсомерлердің саны, симметрия типі, суперкапсидтің болуы, жасушадағы көбею орнына байланысты, антигендік қасиетіне байланысты. Сосын әртүрлі органдарға, тіндерге тропизмі дегеніміз, олардың таңдап бір органды тінді зақымдауы әртүрлі. Мысалы, кейбір вирустың таңдайтын органы жоғары тыныс жолы болады, кейбіреу тері болады, сол сияқты әрқалай болады. Вирустардың берілу жолы да әртүрлі болады, олардың таралу жолы да әртүрлі. Сондықтан осы белгілеріне байланысты жіктеледі екен. Енді мына кестеге қарасақ, вирустардың таксономиялық сипаты көрсетілген. Тұқымдасқа бөлінеді, сосын түрге бөлінеді. Тұқымдастары латын әріпімен жазылған: ортомексивиридая, парамексивиридая, ары қарай. И сосын ол типке бөлінеді ары қарай, түрге. Мысалы, ортомексивиридая тұмау вирусы.
оның А, Б, С деген типі бар. Сол сияқты парамиксовиридая парамикс вирустар дейміз. Оларға қызылша вирусы, паротит, парагрипп, сосын РС вирус дейді, респираторлы синцитиалды. Сол сияқты. Мысалы, құтыру вирусы, рhabdовиридай, сол сияқты ары қарай кете береді. Міне ДНК-лық вирустардың өкілдері: покс-виридая шешек вирусы, герпес-виридая ұшық вирусы. Міне осындай жіктеулер алдарыңызда слайдта көрсетілген. Келесі, вирустардың мөлшеріне қарай тағы да бөлінуі жіктеледі. Мысалы, ұсақ вирустар 50 нанометрден кем. Бұл қандай вирустар? Полимелит вирусы, А және Б гепатит вирустары. Орташа көлемді 150 нанометрден кем. Құтыру вирусы, тұмау вирусы. Ірі вирустар 100 нанометрге дейін. Шешек вирусы ең ірі вирустар қатарына жатады. Енді ол осы өлшем бірліктерін, өлшемін қалай анықтайды, қандай әдістер бар? Әдістеріне тоқталсақ, жаңағы сүзгіден өткізу арқылы, фильтрден өткізу арқылы. Ұсақ сүзгіден өтсе, ол ұсақ вирустар қатарына жатады екен. Соның микропораларына байланысты мембранды фильтрден өткізу арқылы вирустың мөлшерін анықтайды екен. Центрифугадан айналдыру арқылы тұнбаға тез түсетін болса, ұсақ вирустар жылдамдығына байланысты түсу жаңағы. Электронды микроскоппен де анықтай алады. Ірі екен, ұсақ екен, орташа екен. Сонымен қатар вирустардың суспензиясынан өткен иондаушы жаңа радиация ағынының өлшеу арқылы да анықтайды екен. Міне бұл вирустардың өлшемін анықтайтын әдістер. Келесі біздің талдайтын тақырыбымыз вирустарға жататын болғандықтан біз бактериофагтарға тоқталамыз. Бактериофаг дейміз. То есть фаг деген ол вирус, бактериялардың вирустары. Ашқан ғалымдар, алдарыңда Гамалея ең алғашқы ашқан ғалымдар. Енді бактериофагтың анықтамасына келсек, олар бактерияларда паразиттік түрде тіршілік ететін вирустардың тобына жатады екен. Олар бактериофагтар жасушаның тек ішінде ғана көбейетін қатаң жасуша ішілік паразиттер болып есептеледі. Олар да нанометрмен өлшенеді екен. Енді мына алдарыңда фагтардың анатомиялық құрылымдарына тоқталсақ, сперматозоидқа ұқсас дейміз. Басы бар, өсіндісі бар. Мына жерде соның бүкіл құрылымының тізімі көрсетілген. Енді жеке-жеке тоқталсақ, фагтар физиологиясы мен морфологиясына қарай 5 топқа бөлінеді екен, жіпше тәрізді. Келесі суретке назар аударайық. 5 тобы бар дедік, міне, жіпше тәрізді, бір тізбекті ДНК-лық. То есть бұның басы жоқ, тек жіпше тәрізді, ДНК-лық. Ақуызды түтікше құрамында бір ғана нуклеин қышқылы бар. Келесі өкілі. Екінші топ. Бір тізбекті РНК-лық, ДНК-лық вирустардың пішіні осындай болады екен. Басының пішіні 2 асайдыр түрінде, өсіндінің тек аналығы ғана бар екен. Сосын бактериалдық жасушаға бекіну үшін ДНК немесе РНК-дан тұрады екен. Келесі түрі, 3-ші топқа жататын қос тізбекті ДНК-дан тұрады. Құрамында қос тізбекті ДНК болады. Қысқа ғана өсіндісі бар, көрдіңіз бе? Өсіндісінің тек аналығы бар. Сыртқы пішіні көп құрлы болады екен. Келесі топ, 4-ші топ, қос тізбекті ДНК молекуласы, өсіндісі ұзын бол. Көрдіңіз бе? Басы көп құрлы, өсіндісі ұзын, бірақ қысқарылмайтын. Келесі топ, 5-ші топ, яғни бұның басы бар, сосын ол қысқарылуға немесе жиырылуға қабілетті болады. Және өсіндісі бар екен. Қос тізбекті ДНК-лық вирустар пішіні осындай болады екен. Келесі, енді фагтардың түр ерекшелігіне байланысты келесі жіктелуі бар. Монофагтар дейміз. Моно деген бактериялардың бір түрін ғана лизиске ұшыратады. Лизис деген не? Бактерияның жасушасында тіршілік ете отырып, оны ыдыратып жібереді. Лизирует дейміз, Мысалы, тырысқақ монофагы деген бар. Поливалентті фагтар деген бар. Өзара жақын туыстас бактерияларды лизиске ұшыратады. Мысалы, сальмонеллезді бактериофаг. Типтік фагтар бар. Типтік деген бір түрдің ішіндегі бактериялардың штамдарын лизиске ұшырататын фагтар. Олар, мысалы, стафилококктың 22 фаговарианты бар екен. Типтік дейміз. Келесі. Бактериалды жасушалар мен өзара байланысу нәтижесінде фагтар 2-ге бөлінеді екен. То есть, бактериофаг деген бактерияның вирусы болды ғой. Ол бактериямен байланысқа түседі.
То есть екіге бөлінеді. Вирулентті факт болады екен, орташа факт. Вирулентті факттар жасушаның ішіне, бактерияның жасушасының ішінде көбейеді, сосын оны жойып жібереді тіршілігін. То есть лизиске ұшыратады. А орташа факттар, олар бактерияның жасушасында тіршілік ете тұра, онда лизис жүрмейді. Оған зиян келтірмейді ешқандай. Бактерия оны тасымалдаушы болып есептеледі. Бактерия факттар бұнда көбеймейді екен. Енді факт пен жасушаның өзара байланысының келесі кезеңдері бар. То есть жаңа айттық қой, факттар бактерия жасушасында көбею үшін вирулентті факт келесі кезеңдерден тұрады. Мына бірінші кезеңі алдарында, бәрін оқуға мүмкіндік жоқ. Екінші кезеңі вегетативті факт дедік, ары қарай үшінші кезеңі бар, төртінші кезеңі, бесінші кезеңі бар. Келесі. Енді факттарды тағы да мынадай жіктелуі бар. Орташа факт дейміз. Одан кейін бұларды орташа факт нуклеин қышқылы бактериал жасушаға жабысады екен, адсорбцияланады. ДНК жасушаға енеді. Бұл факт, яғни профакт деп аталады. Егер де нуклеин қышқылы бактериалды хромосомаға енсе, онда бірігу жүреді, немесе мұндай процесті лизогения дейміз. Лизогенді дақылдың қасиеттерінің, яғни келесі қасиеттері өзгереді екен, морфологиялық, антигендік, дақылдық, биохимиялық, сондай өзгеріске ұшырайды. Мұндай процесті лизогенді конверсия деп атайды. Енді факттарды қалай бөліп алады? Факты бөліп алу үшін зерттелетін материалды бактериалды сүзгіден өткізеді. Нәтижесінде факт сүзгіден өтеді, ал сүзгіде бактериалды жасуша қалады екен. Бұл фагализат деп аталады. Факттарды бөліп алғаннан кейін, то есть сүзгіден бактерия өтпейді, қалып қояды да, тек факт өтіп кетеді. Факттарды титрлеудің екі түрлі әдісі бар. Грация әдісі, Апельман әдісі. Грация әдісі бактерия факттарды агарлы қабатта титрлеу. Апельман әдісі ол сұйық қоректі ортада, етпетон сорпада титрлеу. Енді факттарды біз қандай медицинада, қай неде салада қолданады? Биотехнологияда қолданады факттарды. Бірқатар ауруларды емдеуге қолданады. Алдын алу үшін биологияда, генетикада ең негізі факттарды диагностикалық мақсатқа қолданады. Яғни бактерияларды идентификациялауда, ондай фаготиптеу деген жедел диагностикада қолданады. Міне осындай қолдану аясы бар. Келесі талдайтын тақырыбымыз химиотерапияның микробиологиялық және молекуларлық биологиялық негіздері. Антибиотиктер бактериялардың дәріге тұрақтылығының механизмдері. Химиотерапия дегеніміз не? Бұл химиялық заттар көмегімен арнайы антимикробты, антипаразитарлық емдеу. То есть микробтарға қарсы, паразиттерге қарсы химиялық заттарды қолдану. Химиотерапия негізін салған Эрлих болған. Эрлих 1910 жылы Сальварсанда ашқан алғаш рет. Енді арғарай стрептоцитті синтездеген Домак деген ғалым болған. Флеминг пенсилинді ашқан зең саңырауқұлағынан. Енді химия препараттарға қандай талаптар қойылады? Ең бірінші химиотерапиялық индекс анықтайды. То есть химиотерапиялық индекс ол терапиялық дозаның максималды төзетін дозаға несі бөліндісі бірден аз болмау керек. Яғни зиянсыз болу керек химиотерапиялық препараттар, макроорганизмде бұзылмау керек, жақсы таралу керек, аз мөлшері оның антимикробты әсер беру керек. Препараттарға химиялық осындай талаптар қойылады екен. Енді микробтарға қарсы әсері қандай әсерлер беру керек препараттар? Бактерицидті әсер және бактериостатикалық әсері болады. Яғни бактерицидті әсер дегеніміз
бактерияларды түгел жоятын әсері болу керек, а бактериостатикалық тек өсуін тоқтату әсері. То есть әртүрлі препараттар, химиялық препараттар, біреуі бактериостатикалық әсерге ие, екінші бактерицидті әсерге ие. Келесі. Химиотерапиялық препараттар әсер ету спектріне байланысты да жіктеледі. Яғни, белгілі бір түрге қарсы таңдаулы әсер етеді екен. Атап айтсақ, химиотерапиялық препараттарды келесі топтарын ажыратып айтуға болады. Сульфаниламидтер. Әсер ету механизмі бактерия жасушасының пурин негіздерінің синтездеуін тежейді екен. Сосын парааминобензой қышқылының құрылымдық аналығы болып есептеледі. Келесі синтетикалық заттар деген бар. Химиотерапиялық препараттарды. Бұларға нитрофурандар, фуразолидин, фурадонин жатады екен. Алдарыңызда соған мысал келтірген. Енді вирусқа қарсы препараттарға келесі химиотерапиялық препараттар жатады. Олар ремонтадин, интерферон, тағы басқа препараттарды айтуға болады. Енді біз келесі бөлім антибиотиктерге тоқталамыз. Антибиотиктер грек сөзінен шыққан антибиос, то есть өмірге, тіршілікке қарсы. Микроорганизмдер, жануарлар жасушалары, өсімдіктер, осылардың бәрінің тіршілігіне қарсы жаңағы препараттар. Антибиотик, анти қарсы деген сөзден шығып тұр. Антибиотиктердің келесі жіктелуі бар. Алу тәсілі бойынша жіктеледі, әсер ету бағыты бойынша, әсер ету спектрі бойынша, шығу тегі бойынша. Енді біз осыған, осы слайдты талдап ары қарай жалғастырамыз. Шығу тегі бойынша бактериалды болып бөлінеді. Бұлар екі топқа бөлінеді. Топырақ бактерияларынан алынады екен, сосын актиномицеттерден. Яғни бұл шығу тегі бойынша бактериалды антибиотиктер болады. Мысалдар келтірілген. Келесі, саңырауқұлақтардан алынады пенициллиндер, цефалоспориндер. Өсімдік текті антибиотиктер. Бұларға фитонцидтер жатады. Мысалы, пияз, сарымсақ, тағы басқа өсімдіктер, олар таза түрінде алынбайды, себебі олар өте тұрақсыз қосылыстар. Жануар текті антибиотиктер. Лизоцим, тауық ақуызынан алынады. Мысалы, екмалин, осетр балығынан. Ектерицид, балық майынан. Тағы да мынадай жіктелу бар. Синтетикалық антибиотиктер. Мысалы, хинолондар, сепрофлоксацин, сульфаниламидтер синтетикалық антибиотиктер қатарына жатады екен. Келесі, антибиотиктердің жіктелуі химиялық құрам бойынша жіктеледі. Химиялық құрамы бойынша, алдарыңда жіктелу неде? Слайдта бета-лактамдар дейміз. Оған пенициллиндер, цефалоспориндер жатады. Макролидтер, эритромицин, азитромицин, тағы басқалар. Тетрациклиндер, ароматты қосылыстар, аминогликозидтер, полипептидтер, полиендер, гликопептидтер. Міне осындай жіктеулер бар. Химиялық құрам бойынша 8 түрлі жіктеу бар екен, 8 топқа бөлінеді. Алу тәсілі бойынша келесі жіктеулер бар. Антибиотиктер табиғи жолмен алады екен, синтетикалық жолмен және жартылай синтетикалық жолмен. Енді алу тәсілінің бірінші биологиялық синтез әдіске тоқталайық. Биологиялық синтез бұл топырақтан бактериялардың, саңырауқұлақтардың, актиномицеттердің жоғары белсенді штамдарын іріктеп алады, қоректік ортада өсіреді, қоректік ортадан микробтардан тазартады, концентрациялайды. Мұндай антибиотиктер табиғи деп аталады. То есть бұл табиғи жолмен алынған. Табиғи антибиотиктер. Келесі, химиялық синтез бойынша алады антибиотиктерді. Табиғи антибиотиктердің құрылымын, молекулалық құрылысын зерттеп, химиялық синтез жолымен алуға болады екен. Осы тәсілмен пенициллин алынған. Келесі аралас тәсіл. Жоғарыдағы екі тәсілдің бірігуімен табиғи антибиотиктерді бөліп ала отырып, ядросын, молекуласын бөліп алады. Оған әртүрлі радикалдарды қосу арқылы жартылай синтетикалық антибиотиктерді алады. Енді әсер ету спектріне байланысты жіктелуі. Антибиотиктерді кең спектрлі дейміз, тар спектрлі. Мысал ретінде кең спектрлі аминогликозидтер, тетрациклиндер. Тар спектрлі
тар спектрлі антибиотиктерге полимиксиндер, ванкомицин тағы басқалар жатады екен. Кең спектрлі дегенді түсінуіңіз керек. Бұлар көптеген бактерияларға қарсы жоюшы әсер етеді екен. Спектр тар деген сөз азғана бактерияларға олар әсер ете алады деген сөз. Әсер ету нәтижесіне байланысты келесі жіктелуі бар. Бактерицидті әсер, бактериостатикалық. Бағана алдыңғы слайдтарда айтып кеттік. Яғни бактерицидті әсері бар болса, бактериялар түгел жояды. Оған пенициллиндер, цефалоспориндер жатады. А бактериостатикалық болса, бактериялардың өсуін, дамуын тоқтататын. Мысалы, тетрациклиндер, левомицин. Біз мысалы дәріханадан антибиотиктерді алғанда, біз оның міндетті түрде аннотациясын қарасақ, міндетті түрде сондай жазу болады. Бактерицидті әсер етеді, бактериостатикалық әсері бар деп. Қандай бактерияға қарсы екен көрсетілген. Әсер ету механизміне байланысты антибиотиктер 5 топқа бөлінеді. Өте қажетті ақпараттар бұлар. Міндетті түрде назар аударайық. Әсер ету механизм бойынша бірінші жасуша қабырғасының синтезін бұзатын антибиотиктер. Бұл топқа бета-лактамдар жатады екен. Олардың нысаны пептидогликан болып табылады. Мысалы, пептидогликан деген грамм-10 бактериялардың жасуша қабырғасында өте көп болады. Оған әсер ететін, соны жоюшы әсер ететін, оған цефалоспориндерді, пенициллиндерді жатқызуға болады екен. Келесі, цитоплазматикалық мембрананың синтезін және молекулалық ұйымдастыруын, өткізгіштігін, тұтастығын бұзатын антибиотиктер. Оған полимиксиндер, полиендерді жатқызуға болады. Келесі, ақуыздың түзілуін бұзатын антибиотиктерге аминогликозидтер, тетрациклиндер, макролидтер, левомицинді жатқызуға болады. То есть бұлар ақуыз түзілуін әртүрлі деңгейде, рибосома деңгейінде бұзады. Келесі, нуклеин қышқылының түзілуін бұзады, немесе ингибиторлар болып есептеледі. Мысалы, ДНК-ның түзілуін кинолондар бұзады екен, РНК-ның түзілуін рифампицин бұзады. Келесі, пурин менен амин қышқылдарының түзілуін тежейтін антибиотиктер. Бұларға сульфанил амидтер жатады. Енді антибиотиктердің пайда келтіре отыра ағзаға оның келтіретін зияны да өте көп. Оны кері әсер дейміз. Антибиотиктер макроорганизмге кері әсер тигізуі және асқынулар туғызуы мүмкін, міндетті түрде. Енді антибиотикотерапияның асқынулың 4 тобына ажыратуға болады. То есть антибиотикпенен ем алғаннан кейін ол келесі жаңағы асқынулар тудыруы мүмкін, кері әсер беруі мүмкін ағзаға. Токсикалық реакция, аллергиялық реакция, иммунды депрессиялық әсер беруі мүмкін, антибиотиктердің антимикробты белсенділігіне қатысты әсері болады. Міне осындай әсерлер береді. Енді дәріге тұрақтылықтың 2 түрлі механизмін ажыратады. Бұл слайдта біз мынаны білуіміз керек. Дәріге тұрақтылық пайда болады екен. Дәрігерлер сізге нұсқау берді, бір белгілі бір антибиотикті қолданды, ол тұрақтылық қасиетке ие болды. Немесе ол белсенді, эффективті болмады, тиімді болмады. Сонда қандай тұрақтылық пайда болады? Механизмі, генетикалық механизмін ажыратады, биохимиялық. Осы механизм бойынша тұрақтылық пайда болады. Келесі, генетикалық механизмнің өзі 2 типке бөлінеді екен. Табиғи түрлік және жүре пайда болған генетикалық тұрақтылық. Ол не деген сөз? Табиғи түрлік. То есть антибиотика тұрақтылық ол туа біткен. Түсіндіңіз бе? Генетикалық. Мысалы, микоплазмаларда микоплазма деген бактерия бар. Жасуша қабырғасы жоқ оның. Бағана біз айтып кеттік қой, жасуша қабырғасын синтезін бұзады деп. Мұнда жасуша қабырғасы жоқ. Пенициллинге, цефалоспоринге бұлар тұрақты. То есть бұл пенициллин мен цефалоспорин жасуша қабырғасына әсер етеді. Бұған микоплазмаға әсер ете алмайды, себебі бұларда жасуша қабырғасы жоқ. Себебі пептидогликан бұларда жоқ. Ол антибиотиктердің нысаны болып есептеледі екен. Бұл туа біткен тұрақтылық, табиғи. Жүре пайда болған генетикалық тұрақтылық. Бактерия хромосомасының құрылымының өзгеруі. Жүре келе сондай бір өзгеріске ұшырады. Яғни ол не деген сөз? Мутацияға ұшырайды. Мутация нәтижесінде антибиотикке тұрақтылық пайда болады екен. Тұрақтылық мұндай түрін хромосомалық деп атауға да болады. То есть хромосомада өзгеріс болды. Мұны жүре пайда болған генетикалық тұрақтылық дейміз.
Жүре пайда болған тұрақтылықтың биохимиялық механизмі бар. Биохимиялық. Ол не деген сөз? Негізгі механизмі жасуша мембранасының өткізгіштігінің өзгеруі. То есть жасушаның мембранасының өткізгіштігі или жақсарып кетеді, немесе оның нашарлап кетеді. Осындай осыған байланысты тұрақтылық пайда болады. Нысаналарда өзгерістер жүреді. Нысана деп отырғанымыз не? Жаңа жасуша қабырғасы дедік, нуклеин қышқылы дедік. Осылардың бәрінің құрылымы өзгеріп кетеді. Антибиотиктердің белсенді түрін белсенді емес түрге айналдыратын ферменттердің пайда болуы. Биохимия бізде ферментпен байланысты ғой. То есть қандай да бір ферменттер пайда болып, ол жаңағы антибиотикті белсенді емес түрге айналдырып жібереді екен. Ақуыздың құрылымы өзгереді. Міне көрдіңіз бе? Бұл биохимиялық механизмге жатады, тұрақтылықтың пайда болуына. Ары қарай. Антибиотикке сезімталдықты анықтаудың екі түрлі тәсілі бар. Міндетті түрде сезімталдықты анықтау керек. Қағаз диск әдісі арқылы анықтайды, немесе сериялық сұйылту әдісі. Назарларыңызға рахмет. Қағаз диск сериялық сүзгі арқылы анықтауды сіздер практикалық сабақ барысында өтесіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.